Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін біз үй жағдайында 2 ғана ингредиенттен тұратын моцарелла сырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қолдың піспеген 12 сағат тоңазытқышта тұрған табиғи сүт қажет болады. Газға қоятын ыдысымызға 3 литр сүтті құйып, газға қоямыз. Астын жағып, сүтті ысығанша ұстаймыз. Қолыңызды салып көрген кезде ыстық болу керек, бірақ қолыңыз шыдайтындай ыстық болу керек. Ол примерно 50 градус. Градусникіңіз болса, солай тексерсеңіз болады. Ал градусник болмаса, сүт ыстық болу керек. Қолыңызды салған кезде ыстықты сезінетін, бірақ ыстық болса да шыдайтындай ыстық болу қажет. Мен 6-7 қасық уксусты дайындап алдым. Бір қолымызбен қозғап, бір қолымызбен уксусты құямыз. Осылай сағат тілмен қозғаймыз. Негізі бір комок болып жиналады. Егер сізде ондай комок жиналмаса, еш уайымдамаңыз. Уксусты құйған соң сары суы бөлек және моцарелла сыры бөлек видеодағыдай болады. Сізден комок шықпаса, ситамен жинап аламыз. Мен 3 бөлікке бөліп, ситамен жинап алдым. Еш уайымдамаңыз, бұл бір-біріне жабысады. Яғни творог сияқты болып қалмайды. Мінеки осындай созылмалы моцарелла шығады. Қатты қысып, сывороткаларын бөліп тастаймыз. Газдың астын қайтадан жағып, 3 ас қасық тұз қосып, жақсылап араластырып, моцарелла сырымызды қайтадан салып ысытамыз. Тұзы жақсылап сіңу үшін қайтадан саламыз. Және иілгіштігі мықты болу үшін қайта видеодағыдай оны созамыз. Видео барысында барлығы түсінікті деп ойлаймын. Сүтіміз ысып, уксус құятын кезде міндетті түрде газдың астын өшіріп қоямыз. Осындай ыстық сывороткаға моцарелланы салып, қайта осылай видеодағыдай созамыз. Кейін пицца, басқа да тағамдар жасалған кезде сырымыз осындай созылмалы болу үшін және де тұз сіңу үшін жақсылап созамыз. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінбей жатсаңыздар, маған комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Мен сіздерге жауап беретін боламын.
Негізі перчатка киіп істегендеріңіз дұрыс, өйткені бұл өте ыстық, қолыңыз күйуі де мүмкін. Видеодағыдай сағыз сияқты осылай созылады. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Ең соңында бір комок етіп жинаймыз. Мұзды су дайындап қоямыз. Мұзды суға салып, жарты сағаттай ұстаймыз. Жақсы қату үшін. Бізде 3 литр сүттен 270 грамм моцарелла сыры шықты. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Баршаңызға рахмет, жасап көріңіздер. Енді осы сырдан пицца дайындаймыз. 200 мл суды ыдысымызға құйып, шым-шым тұз қосып, дрожь қосып, сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бұл қамыр классический қамыр барлық пиццаларға кете береді. Өте дәмді, воздушный болып шығады. Менде бұл қамыр 2 сағаттай тұрды, сондықтан өте воздушный, прям булочка сияқты болып шықты. Егер сіз асығыс болсаңыз, жарты сағат ұстап жасай берсеңіз де болады. Соус дайындаймыз. 1 ас қасық майонез, 1 ас қасық кетчуп қосып, араластырып, 1 зубчик чеснокты теркадан өткізіп, жақсылап араластырамыз. Моцарелла сырын тураймыз. Мен 2 түрлі етіп турадым. Ұзынша етіп, және де 4 бұрышты етіп турап алдым. Бұл пиццаның бетіне өзіңіздің қалаған заттарыңызды қойсаңыз болады. Мен как минимум ретін қылып жасадым. Кішкене ұн сеуіп жіберіп, қамырымызды осылай қолмен жаямыз. Өте тез оңай жайылады, сондықтан қолмен жайсаңыздар. Противенге пергамент қағазын төсеп, қамырымызды орналастырып, 1,5 ас қасық соусымызды құйып, өте жұқа етіп жағып шығамыз. Барлық жеріне жағып шығамыз. Мен моцарелла сырын қостым. Одан оның бетіне колбаса, қалған соусты әдемілеп жағып, кубиктап туралған моцарелланы қосып, 180 градуста 20-15 минут пісіріп алдым. Бұл пицца шын мәнісінде өте дәмді болып шықты. Моцарелла сырмен вообще күшті болып шықты. Сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Бізде бұл